Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша. Дживис ұсынады. Айың тусын оңыңнан, жұлдызың тусын солыңнан. Пақ-пақ шіркін. Не деген теңеу? Не деген суреттеу десеңізші? Әдетті ай менен күнді, жұлдыз бен түнді жаратқанның жан жануар, аң құсын дәл біздің ұлтта емденіп алған ұлт жоқ шығар. Бар болса да аз. Болмысы түркі болғандықтан. Түркіні Ергіне оңда көк бөрі бағып. Бөріден тарағандықтан, бөрілі байрақ ұстағандықтан сесті жігіттерді бізде сырттан, абадан, қасқыр дейтініміз содан шығар. Аруларымызда аққуға, маралға елікке теңейміз. Жігіттерімізді қыранға, арланға, арыстанға, қабыланға теңейміз. Ботақаным, қошақаным, құлыншағым, бұланым деп ұрпағымызға еміренеміз. Бұл әлбетте дала заңына бағынған тағылық табиғатының айқын көрінісі. Ұлы даланы мекен еткен бабаларымыз бұл табиғаттың ажырамас бір бөлшегі екенін ой өрнегі арқылы айтып кеткендей. Жер шары мекен еткен 200-дей мемлекет, 7.000-нан астам ұлт пен ұлыстың тек 4-тен 1 бөлігінде ғана өзіне тән ой өрнек бар. Соның бірі һәм бірегейі ұлы дала тұрғындары, яғни біздер. Кейінгі заманауи сән үлгілер мен дизайндардың ата-тегі ұлы даладан бастау алғанына бәстігем. Уақыт өте келе ой өрнектер өзгерістерге ұшырап, зооморфтық өсімдік сипатта, геометриялық, космологиялық түрлерге бөлінді. Аң стилін зооморфтық өрнек түрі сақтап қалған. Және бір қызығы, бұлар жай ғана ой өрнек жәдігерлер емес, бабаларымыздың дүниетанымы, бізге қалдырған философиялық ойлары. Аң стилін бізге жеткізген ұлы жәдігерлер, бізге және жер жаһанға біздер асқақпыз. Біздер асқан талғампазбыз. Біз шеберміз. Біздер жауынгерміз. Біз баймыз. Бақуаттымыз. Біз ұлы мәдениетке иеміз деп жар салып тұрғандай. Бұл қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың.